Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымызды жалғастырамыз. Біз пәніміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру пәні. Бүгінгі тақырыбымыз енді екі бөлімнен тұратын лекциямыз. Бірінші лекциямыз енді сол оқу орындарында студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды ұйымдастыру, жүргізу. Екінші сабағымыз сыбайлас жемқорлықпен жасалған құқық бұзушылықтардың ішінде қылмыстық сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтардың түрлері. Соған тоқтап кететін боламыз. Біз енді алдыңғы сабағымызда да айтқанбыз. Осы жағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағында біз осы жағында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның баптарын талдап отыратын боламыз. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің баптарын талдап отыратын боламыз. Және де Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің баптарын талдап отыратын боламыз деп айтқанбыз. Енді біз осы оқу орындарында студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды ұйымдастыру және жүргізу деген пән бойынша бүгінгі лекциямыз. Алдында айтқандай, бірінші тарапта әрине өзі 9-шы бап сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның 9-шы бабында көрсетілгендей, осы қоғамда, соның ішінде студент жастардың арасында жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттайтын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыратын, тұра білу қабілетін қалыптастыратын құндылықтардың жүйесін күшейтуіміз керекпіз, жетілдіруіміз керекпіз, жүзеге асыруымыз керекпіз деп көрсетілген ғой. Демек, алдыңғы сабақта да айтқан болатынбыз, құндылықтарымыз ол адалдық, парасаттылық, сенім, кішіпейілдік, адамгершілік, соның ішінде жаңағыдай заңдылық және де әдептілік деп көрсеткен болатынбыз, әдептілік деп. Енді осы оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 4 компоненттен тұрады. Біріншісі жаңағыдай оқу орындарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет пәні бойынша үздіксіз сабақтар өткізіп отыру, үнемі сабақ өтіп отыру керек. Сабақтар жаңағыдай осы адалдық, парасаттылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін қалыптастыру, сенім, кішіпейілдік, әдептілік, әділдік, заңдылық қағидаттары тақырыптарына дәрістер өтіп отыру керек. Және де соның ішінде сыбайлас жемқорлықпен жасалған әкімшілік құқық бұзушылық, сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылық тақырыптарына жаңағыдай дәрістер оқылу қажет, үздіксіз. Екінші компонентіміз ағартушылық жұмыстар. Ағартушылық жұмыстар. Енді осы жағында алдында да аталған тақырыптар бойынша студенттерге сабақтан тыс уақытта кружоктар ұйымдастырып, әртүрлі жағында адалдық кружогын, парасаттылық кружогын, парасаттылық мектебін құрып, студенттермен тығыз байланыста жұмыс істеу керек. Бұл жұмыс әрине ұстаздарға, педагог қызметкерлерге жүктелген үлкен бір сондай бір жауапты міндет, жүзеге асыруға тиісті міндет. Осы саланы жүзеге асыру барысында педагог қызметкерлер, ұстаздар әрине ата-анамен де тығыз байланыста болу қажет. Ата-анамен, отбасымен тығыз байланыста болу керек. Отбасымен, ата-анамен тығыз байланыстағы қарым-қатынас педагогикалық қызмет негізінде жүзеге асырылады. Әртүрлі жағдай осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша, тақырыптар бойынша, ақпараттар бойынша ойлау, пікір бөлісу, талдау жұмыстарын жүргізіп отыр студенттермен. Ондағы мақсат білім алушылар, студенттер өздерінің пікірлерін айта алатындай болу керек. Өздерінің пікірлерін айту керек. Өздерінің жаңағыдай ойларын бөлісіп, ой бөлісіп, дискуссия өткізіп, әртүрлі жаңағыдай сол тақырыптарға мақалалар жаза білу керек. Жаңағыдай газеттерге, журналдарға, оқытушымен бірге газеттерге, журналдарға мақала жазып, сол жаңағы шығармашылық жұмыстармен айналысып, зияткерлік жұмыстармен айналысып отыру керек. Сонымен қосымша студенттер, білім алушылар өзі жаңағыдай кружокты құрған кезде әртүрлі басқа оқу орындарменен конференциялар өткізіп, вебинарлар өткізіп, жаңағыдай Zoom платформасы арқылы дискуссияларға шығып, әртүрлі дөңгелек үстелдер өткізіп, ой пікір бөлісіп отыру қажет. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында. Үшінші компонентіміз әрине бұл жерде жаңағыдай студент жастардың үнемі
үнемі бағыттап отыру. Демек қалай ол студент жастарда сабақтан тыс уақытта білім алушылар, студент жастар әрине спортпен де айналысады, әрине жаңағыдай әртүрлі еңбек жұмыстармен де айналысады. Кейбір студенттер сабақтан тыс уақытта жұмысқа араласып, еңбек етіп, әр салада жұмыс істеп жүрген студенттер бар әрине. Сонымен қосымша студенттер өздерінің әрине білім деңгейлерін жоғарылатып отыру қажет. Мына білім туралы заңның 47-ші бабы бар. 47-ші бабында осы білім алушылардың, студенттердің құқықтары мен міндеттері көрсетіледі. Соның ішінде осы баптың ішінде студенттердің білім алуға, жақсы білім алып шығуына, тәлім алуына, және де осы мемлекеттік стандарттарға сәйкес, оқу бағдарламасына сәйкес білім алып шығуға бұл жерде студент міндетті. Демек, егер сабақ қылмыстық құқық сабағы болатын болса, қылмыстық құқықтағы бағдарламаларды студент меңгеруге міндетті. Ал енді оқытушы, сабақ беруші, жаңағыдай дәріс беруші, ұстаз бұл сабақ бойынша, пән бойынша жақсы, сапалы, таза білім беруге міндетті студенттерге. Төртінші компонентіміз бұл әртүрлі жаңағыдай сол сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тақырыбы бойынша, тақырыптары бойынша әртүрлі видео уроктармен, видео сабақтармен, видео дәрістермен, видеолармен жалпы, болмаса бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаментінің де өткізілген жаңағыдай видеороликтер болатын болса, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлықпен жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың алдын алу тақырыптары бойынша сол видео уроктарды, сол видео роликтерді бірге көріп, соның жаңағыдай мазмұнын талдап кету бұл жерде. Ондағы мақсат студенттер өздерінің жаңағыдай ойларын қазірде, келешекте де емін-еркін айта білетіндей болу керек. Өздерінің ойларын, пікірлерін, ниеттерін, мақсаттарын, қандай талаптары бар, соны жаңағы студенттер ашық түрде айтып, және де осы айтып ой бөлісе алатындай етіп бағыттау керек студенттерді. Бұндағы іс-шараларда өткізу барысында да атқарылатын жұмыстардың барлығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның аясында негізінде жаңағыдай, және де Қазақстан Республикасы білім туралы заңның 47-ші бабы, 50-ші бабы, 51-ші баптарына сәйкес жүзеге асырылуы керек. Демек, педагог қызметкер, оқытушы өзінің тарапынан таза, сапалы білім беру, және де осы студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағытында жан-жақты, егжейлі ақпараттар беріп отыру, жаңағыдай дұрыс бағыт беріп отыру, студенттерді парасаттылыққа, адалдыққа, кішіпейілдікке, заңдылыққа бағыттап отыру. Және де қашан үнемі жаңағыдай өзі студент жүрген жерінде сол өзінің пікірін, өзінің ойын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша заңнаманы біліп, соны айтып, соның ойын, пікірін тұжырымдай білетіндей болу керек. Енді осы жерде бір айта кетуіміз керек, біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда әрине білім алушылардың барлықтарында бөлетін болсақ, бұл жерде көрдіңіз, мектептің оқушылары бар. Мектептің оқушыларында мектептің оқушылар арасында сыбайлас жемқорлық және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл деген терминдер қолданылмайды. Әйтсе дағы да студенттер арасында, білім алушылардың арасында, мектеп оқушыларының арасында, жоғары класс сынып оқушыларының арасында осы адалдық, адамгершілік, жақсылық пенен жамандық, қиянат пенен жақсы іс жасау, өте әдептілік пен әдепсіздік, заңдылық пен заңсыздық, қылмыстық әрекет пенен керісінше қылмыстылыққа қарсы әрекет деген сияқты, толеранттылық деген секілді, парасаттылық, мынау ізгілік, ұлтжандылық, соның ішінде тағы да айта кетуіміз керек, біз конституциялық өзінің құқықтарын қорғау, адамдарды құрметтеп сыйлау, адамдардың арасында ұлтқа, нәсілге бөлмеу деген сияқты ұғымдарды да дамытып, білім алушылар ара-жігін ажыратып, қашанда осы жерде осы ұғымдар бойынша
жан-жақты білім алып, тәлім алып жүру қажет. Енді бұл жерде көрдіңіз бе, әдеп тағы да бір ескеретін құндылықтың біреуі ол әдеп. Әдептің әдеп нормасы бар, әдеп кодексі бар. Мемлекеттік қызметшілер арасында әдеп кодексі көрсетіледі, көрініс тапқан. Мынау жаңағы оқу орындарында педагог қызметкерлердің әдеп кодексі, әдеп нормасы, корпоративтік әдеп нормасы, оқушылар мен білім алушылардың арасында және мынау педагог қызметкерлермен қарым-қатынасындағы әдепті қарым-қатынастар нормасы жаңағыдай бар, көрсетілген. Осы жаңағыдай жүріп тұру, сөйлесу, әңгімелесу, жаңағыдай қарым-қатынас жасау, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беру деген сияқты ұғымдарға да үнемі жаңағыдай өстіп зер салып, білім алушыларды сол осы ұғымдарды жан-жақты біліп алатындай етіп тәлім беріп, тәрбие беріп, іс-шараларды, жұмыстарды өткізіп отыру керек. Осы әдеп туралы бір мысал айтқым келіп тұр. Егерде кіріп келсе, бір бөлмеге, үйдің ішіне болсын, я болмаса қандай да бір автобустың ішінде болсын, жаңағыдай ата-ана, болмаса кәрие адам, қарт адам, болмаса бір үлкен жаңағыдай мейлі қызметші болсын, үлкен жасы үлкен адам келгенде, кіріп келген кезде кіші жасы кіші адамның орнынан тұрып орын беруі, қойылған сұраққа көркем сөзбен жақсы жауап қайтаруы. Мінекей бұл да әдептіліктің жаңа белгілері, әдептіліктің көріністері. Парасаттылық. Біз алдыңғы сабағымызда парасаттылық жайлы айтып кеткен болатынбыз. Әйтсе дағы да біздің сабақтарымыздың барлығы үнемі парасаттылықпен, осы құндылықтармен тығыз байланыста талданып отыратын болады. Тіпті біз қылмыстық кодекстің баптарын талдағанның өзінде де осы жаңағыдай адалдық, парасаттылық, сенім, кішіпейілдік, әдептілік секілді құндылықтарды біз сабағымызда байланыстырып отыратын боламыз. Сол тіпті қылмыстық кодекстің баптарын талдаған кезде де мінекей сол осы құндылықтарымызбенен тығыз байланысты айтып отырамыз. Мысалы үшін қараңыз, парасаттылық деген сөз бар. Мен алдыңғы сабағымда айтқам, білім алушыларға кеңес ретінде қазір де айтамын. Өзі мейлі жаңағыдай қылмыстық кодексті оқыған кезде, басқа да тақырыптарды оқыған кезде, қандай бір заң болсын, кез келген тақырыпты оқыған кезде, талдаған кезде міндетті түрде осы терминдерге қатты назар аудару керек. Терминдерге. Өйткені терминдерде көп ұғым беріледі, көп мәселе қозғалады. Терминдерді жақсы түсінген кезде ғана сол тақырып ашық, жаңағыдай түсінікті, жаңағыдай ап-айқын болып шыға келеді. Мысалы үшін көрдіңіз бе, мысал келтіргім келіп тұр, парасаттылық деген сөз бар, және тәртіптілік деген сөз бар. Парасаттылық, тәртіптілік. Егер осы екі ұғымды, екі сөзді бүйтіп алып қарайтын болсақ, екеуінде ұқсастық бар. Тәртіптілік, парасаттылық. Әйтсе дағы да екеуінің арасында айырмашылықты біз айтып кетуіміз керекпіз. Парасаттылықты өздеріңіз жақсы білесіздер, әрине ол адамгершілік, ол адами қарым-қатынас, ол әдептілік, ол кішіпейілдік, ол жүрген жерінде адамдардың жеке тұлғаларын құрметтеу, жеке бастарын құрметтеу, басқа адамдардың жаңағыдай құқықтарын құрметтеу, басқа адамдармен, кез келген адаммен жақсы қарым-қатынас жасау. Сол секілді ал енді тәртіптілікке келетін болсақ, бұл да жаңағыдай осы парасаттылық сияқты адамның бойындағы тәртіпті, заңдылықты, игілі қарым-қатынасты, нормада көрсетілген, бір әдепте көрсетілген, белгілі бір нормативтік актіде көрсетілген, заңнамада көрсетілген қағидаттарға, ережелерге, баптарға сәйкес қарым-қатынасты жүзеге асыруды айтамыз біз. Немесе соған бағынуды. Біз енді мысалы үшін Қазақстан Республикасы Конституциясының баптарына бағынамыз. Біз Қазақстан Республикасының жаңағыдай заңнамаларына, ережелеріне, кодекстеріне бағынамыз. Егер мысалы үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінде кінәлі деп табылып, қылмыс жасаған адам жауапқа тартылатын болса, әрине сол жерде жаңағы кінәлі адам жауапқа тартылған кезде сол заңға бағынады. Азаматтық қарым-қатынаста да егер бір адам, мінекей көрдіңіз бе, пәтерді сатып алып жатса, екінші адам пәтерді сатып жатыр делік. Осы екі адамның арасындағы азаматтық қарым-қатынаста да мінекей бірден бір екі адам екеуі де азаматтық кодекстің баптарына бағынады осы жерде.
біз жаңағы студенттер, педагогтар, қызметшілер, жаңағы оқу орнының қызметшілері, оқу орнында, колледжде болсын, университетте болсын, мектепте болсын, еңбектік қарым-қатынаста, жұмыста қызмет атқарып жүргендіктен біздің жаңағыдай барлығымызда осы жерде білім туралы заңға баптарына және де еңбек кодексіне бағынатын боламыз, сол баптарға. Сол сияқты көрдіңіз, бұл жерде тәртіптіліктің өзі, тәртіптілік, орысша айтқанда дисциплинированность дейміз. Тәртіптіліктің өзі сол жаңағыдай бір белгілі бір норманың талаптарын орындауды білдіреді. Сол адамның белгілі бір норманың, заңның ереженің талаптарын орындау. Ал енді арасындағы айырмашылықты айта кетуіміз керек біз. Демек, қараңыз, парасаттылықта адам өзі адамгершілікті, кішіпейілдікті, ізгілікті, тәртіпті, мынау жаңағыдай қоғамдағы қарым-қатынастардың заңды болғанын, тәртіпті болғанын, қоғамдық қарым-қатынастардың барлығы заңға сәйкес жүзеге асқанын қалап тұрады. Және де көріңіз, соның қалап тұрады, соның болғанын қалайды. Соған ниеттес, тілектес болып тұрады парасатты адам. Және ал енді тәртіптілікте бұл орындаушы, тәртіптілікте ол белгілі бір норманың талаптарын орындаушы жағдай. Енді бір мысал келтіріп берткім келіп тұр осы жерде. Егер де бір облыста, болмаса республика көлемінде, аудан көлемінде болсын, жаңағыдай бір облыс көлемінде дейік, бір лауазымды адам егер жаңағыдай жауапқа тартылатын болса, қылмыстық жауапқа тартылатын болса, көбінесе ол жөнінен әрине телехабарлардан, телевидениядан, мынау жаңағыдай әлеуметтік желілерден, YouTube каналдардан, Facebook парақшаларында көрсетіліп, айтылып, хабарланып жатады әрине. Бізде әрине жаңағыдай осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның баптарында көрсетілгендей, 4-ші бабында көрсетілгендей қағидат бар. Жариялық қағидаты, ашықтық қағидаты деп. Бұл жерде енді жариялық қағидаты мен ашықтық қағидатының орындау мақсатында болып тұр ғой. Ал бір жағынан көрдіңіз бе, әрине деймді осы жерде жаңағыдай парасатты, бұл жерде көрдіңіз бе деймді парасаттылық қағидатынан, парасаттылық жөнінен келетін болса, бұл лауазымды адамның ондағы көрсеткенде, ондай лауазымды адамның жауапқа тартып жатқан лауазымды адамды бүйтіп ақпарат ретінде көрсетіп тұрғаны, бұл қылмыстылықтың, құқық бұзушылықтың бір жағынан мақсаты алдын алу, болдырмау, тыю, және де басқа адамдардың сондай қылмыстық әрекетте қадам жасамауын алдын ала ескерту, хабарлау болып тұр бұл жерде. Біз солай түсінеміз. Енді тағы да бір айтып кеткім келіп тұр, көрдіңіз бе? Енді сол үшін адам тәртіптілікке келетін болсақ, үнемі көрдіңіз бе, заңның нормаларын орындаушы келеді. Ол орындағысы келеді, ол соған бағынғысы келеді, бағынышты болып келеді. Оның жанында соны орындап жүретін болады. Ол және де осы заңда көрсетілгендей әрекет жасайды, заңнамада көрсетілгендей қадамдар жасайды. Заңнаманы бұзбауға тырысады. Бұл әрине бір жағынан өзі адамның бойындағы мемлекеттік қызметші болсын, мемлекеттік қызметшінің лауазымды адамның бойындағы жауапкершілікті білдіреді. Сондықтан да мінекей тәртіптіліктің өзі де өте бір жағдай қазіргі уақытта лауазымды адамдар менен мынау жалпылай азаматтардың арасында өте қажетті кездесуге, өте қажетті ұғымның, қажетті құндылықтың бірі болып тұрып жүреді әрине. Парасаттылық сияқты осы тәртіптілікте өте керек. Біз енді мінекей бүгінгі сабағымызды мен енді біз екі бөлімге бөлдік қой. Бірінші бөлімін аяқтап келе жатырмын. Енді қорытынды. Демек, қорытындыға келетін болсақ, білім алушылар осы оқу орнында жүрген кезде, мектеп болсын, колледж болсын, университеттер болсын, оқу орындарында жүрген кезде өте кәсіби білікті, келешегінде өте өзінің жұмысын жақсы меңгерген, өзінің жұмысын жақсы атқара алатын кәсіби білікті маман болып даярланып шығу керек, әрине. Мінекей ол жөнінен де Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 51-ші бабында көрсетілгендей, оқу орнының педагог қызметшілері ол міндетті әрине.
жастарды, білім алушыларды жақсы маман ретінде оқытып, тәрбиелеп, жақсы маман ретінде даярлауға міндетті. Енді осыған қосымша әрине тек қана білім емес, әрине жаңағыдай тәлім-тәрбие жағынан да жақсы тәрбие беріп, жақсы бағыт беріп, жақсы жаңағыдай өнеге беруде бұл да педагог қызметкерлерінің қазіргі уақытта үлкен бір жүктелген жауапты міндеті болып отыр. Соның ішінде мінекей осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда бұл бір жағынан тәрбиелік мәні бар, сондай бір үлкен бір жауапты жұмыс. Екінші тарапта ол әрине жаңағыдай қоғамда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу іс-шарасы болып табылады. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Өйткені қазіргі уақытта қылмыстың жаңағыдай жасалып, қылмыстық жауаптылыққа тартылуды ғана емес, сонымен қосымша қазіргі уақытта қылмыстың алдын алу, болдырмау, тыю жұмыстарына үлкен бір жаңағыдай елеулі мән беріліп жатыр қазір. Және де ол барлық жағдайда осы қылмыстылықтың алдын алу, құқық бұзушылықтың алдын алу қазір мемлекеттік саясаттағы басты мәселелердің бірі болып саналады. Сондықтан да біздің білім алушыларымыз келешекте жақсы білікті азамат болып, өздерінің құқықтарын, конституциялық, азаматтық, еңбек, білім құқықтарын жақсы меңгеріп, жақсы біліп, оны жаңағыдай жүрген жерлерінде өздерінің құқықтарын қорғай білу керек. Қорғай алатындай етіп, тәлім, тәрбие, білім алып шығу керек. Құрметті білім алушылар, құрметті студенттер, үйге тапсырма жаңағыдай мына Google-ды қарасаңыздар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деп жазсаңыздар, жаңағыдай бір оқу құралы шығады. Осы 2016 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару академиясының профессорлар ұжымы, профессор Абдрасилов жаңағыдай авторы, және де профессорлар ұжымы бірлесе отырып, осы жаңа оқу құралын дайындаған болатын. Қазіргі уақытта сол оқу құралы барлық университеттерде қолданысқа енгізілді. Барлық университеттерде оны қолданып, оқып, талдап жүреді. Бұл өзі оқу құралы жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деп аталады. Үйге тапсырма Google-дан осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері деген оқу құралын тауып, өздеріңізге жүктеп алыңыздар. Егер де жаңағыдай қағазға түсіріп алсаңыздар, оқып, талдап жүріңіздер. Болмаса телефондарыңыздан әйтеуір талдап, оқып, көріп. Соның ішінде тақырып бар. Осы оқу орындарында білім алушылардың жаңағыдай арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды жүргізу. Ол 9-шы параграф. Сол 9-шы параграфты оқып, үйде талдап келіңіздер. Келесі сабақта біз семинарымызда сол параграфқа сәйкес талдап кететін боламыз әрине. Көп рахмет.